Қайырлы күн, бауыр тортын дайындаймыз. Сиыр бауырының пленкасын алып тастап, ірі турап аламыз. Бауырды ет тартқыштан өткізіп алып, жұмыртқа, 2 шай қасық тұз, 1 шай қасық қара бұрыш, сүт, 3 ас қасық ұн және 1 шай қасық жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Табаны қыздырып, 1 шай қасық сұйық май жағамыз. 1 ожаудан құйып, бауыр құймақтарын пісіріп аламыз. Одан кейінгі құймақтарды табаға май құймай-ақ аударып отырып пісіріп аламыз. Үш жұмыртқа мен 2 сәбізді суға пісіріп, 2 сәбіз бен 2 жұмыртқаны теркадан өткізіп аламыз. 1 жұмыртқаны алып қаламыз сәндеуге. Майонез немесе үйдің қаймағын қосып араластырып, бауыр құймағының әр қабатына 1 ас қасықтан толтырып жағып шығамыз начинканы. Үстіңгі бетіне қойылатын құймаққа жарты ас қасық майонез немесе қаймақты жағып шығамыз. Қалған 1 жұмыртқаның сарысын ағын теркадан бөлек өткізіп алып, бетіне сеуіп шығамыз. Жақтарын ас көкпен сәндейміз. Жасап көріңіз, ас болсын.